Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Бүгінгі онлайн кеңесімізді мен Бекежанова Мадина Мәлікқызы жүргіземін. Бүгінгі онлайн кеңесіміздің тақырыбы арпаның саңырауқұлақтар қоздыратын аурулары. Қазақстанда арпаның саңырауқұлақтар қоздыратын аурулары өте көп. Солардың ішінде ең бірінші қара күйе аурулары, тат аурулары, гельминтоспориозды дағы ауруларының түрлері, ақ ұнтақ және тағы басқа аурулары. Солардың біріне әрқайсына келіп тоқталып, сіздерге олардың аурудың сырт белгілерін бәрін көрсетіп өтсем деп ойлаймын. Арпаның қара күйе аурулары. Бұл аурулар арпаның зиянды ауруларының бірі болып табылады. Арпада қара күйе ауруларының 3 түрі кездеседі. Ең бірінші арпаның тасты қара күйе ауруы. Сіздердің алдарыңызда арпаның тасты қара күйе ауруы. Арпа егілетін бұл ауру барлық аймақтарда кең таралған. Масақ тұтасымен ауру қоздырғышының телеоспораларынан тұратын жұқа ғана сұрғылт үлгірмен көмкерілген. Астықты орған кезде олар үгітіліп, дән үстіне немесе оның қауызының астына қонады да аңызға және топыраққа шашырап, олар келесі жылға дейін аңызда тыныштық қалпында сақталып, келесі жылы егісті қайтадан залалдайды. Келесі ауруымыз ол арпаның тозаңды ауруы, зиянды аурулардың бірі. Мұнда сіздерге арпаның тозаңды зиянды ауруының белгісінің суретін алдарыңызға салып отырмын. Бұл ауру белгілері арпа масақтана бастаған кезде байқалады. Масақтың орталық өзекшесінен барлық мүшелері ауру қоздырғышының телеоспораларынан тұратын мұржа күйесі сияқты қара күйе тозаңына айналады. Ауа ағыны мен споралар жаңадан гүлдеп келе жатқан сау өсімдіктердің масағына келіп қонып, оларды залалдайды. Ауру қоздырғышымен залалданған дәннің сау дәнінен ешқандай айырмашылығы болмайды. Ауру белгісі тек масақ жоғарғы жапырақ қынабынан шыққан кезде ғана байқала бастайды. Оның өзекшесі ғана сақталып, қалған мүшелер толығымен қара күйе тозаңына айналады. Бұл аурудың да инфекция көзі тұқым болып табылады. Ауру тұқыммен таралады. Яғни ауру тұқыммен таралады. Ал вегетация өсімдіктің өсу кезеңінде, өсімдіктер арпа гүлдеген кезде ауа толқындары, жауын шашын, шықтардың көмегімен вегетация кезінде де егістікке таралып, арпаны залалдай береді. Ал келесі арпаның тағы аса қауіпті ауруларының бірі ол тат аурулары. Тат ауруларының бірнеше түрі кездеседі арпада. Ол сабақ таты және қабыршақтанған немесе сары тат, сонымен қатар арпаның қортық тат ауруы. Мұнда сіздердің алдарыңызда сабақ таты ауруын көрсетіп отырмын. Қазақстанның солтүстік аймағында таралған бұл ауру көбінесе арпа масақтана бастаған кезде сабақ бұнарақтары мен жапырақ қынаптарында ірілеу, қоңырқай, күрең посулылар байқалады. Олар дамып жетілген кезде өсімдік ұлпасының сыртқы қабықшалар жарылып, оридиноспоралар ауа ағынымен егіске таралып, ары қарай егісті залалдай береді вегетация кезінде. Тат ауруларының тағы бір түрі бұл дегеніміз сары тат ауруы. Сары тат ауруы республиканың оңтүстігі мен оңтүстік шығысында кең таралған, солтүстік және басқа аймақтарда да өте сирек, бірақ кездеседі. Ауру белгілері жапырақтар мен сабақ қауыздарында алғаш рет хлорозданған, кейін ақшыл сары тартатын қабыршықтанған сызықшалар ретінде байқалады. Ауру бидайдан кейін 5-6 күннен кейін ғана байқалуы мүмкін, немесе одан кешірек байқалады. Астында сіздер көріп отырғандарыңыз осы сары тат ауруының оридинопустулалары. Осы пустулалар өсімдіктің өсу кезеңінде, вегетация кезеңінде егістен егіске тарап, арпаны залалдайды. Бұл суретте сіздерде микроскоппен қарағандағы оридиноспоралардың суреті көрсетілген. Ал енді арпа дақылының гельминтоспориозды дағы аурулары. Бұл гельминтоспориозды дағы аурулардың өзі арпада 3 түрі кездеседі. Қара қоңыр, торлы және дақ аурулары.
Бұл гельминтоспориозды дағы ауруын тағы да басқаша теңбілдену деп те атайды. Ондайда атаумен кездестіруге болады. Сонымен қара қоңыр даг ауруы. Барлық аймақтарда бұл кең таралған, ауру қоздырғышы жапырақтармен қатар сабақтың буын аралықтарында және дәнді де залалдайды. Алдымен ауру белгілері төменгі жапырақтарда байқалады. Оларда ақшыл кейіннен қоңырқай тартатын дөңгелектеу келген дақтар пайда болады. Бұл ауруда тұқым арқылы таралады. Сонымен қатар оның склерозалар өсімдік қалдықтарында және топырақта сақталып, келесі жылға да оның инфекция көзі болып табылады. Ал мұнда сіздер астында көріп отырғандарыңыз, бұл осы қара қоңыр даг ауруының қоздырғышы биполярис сарокиниана саңырауқұлағының канидиялары көрсетілген. Бұл сіздерде енді көбінесе бұндай ғылыммен агрономия жағындай ешқандай білім жоқ адамдар ойлауы мүмкін. Қызықты деп ойлаймын сіздерге. Міне сіздер танып ойлауларыңыз егістеріңізге бардыңыздар. Егістен осындай белгісі бар өсімдік жапырақтарын жинап алып, оны ылғалды камераға немесе таза қоректік ортаға сепкенде саңырауқұлақтың осындай канидиялар шығады. Мәселен, міне осындай ауру белгісі бар жапырақтардан ылғалды камераға немесе мында қоректік ортаға ортаға сепкен жағдайда осындай жапырақтың ауру белгілері бар жапырақтардан осындай саңырауқұлақтың таза себіндісі шығады. Осы таза себіндісін алып микроскоппен көретін болсаңыздар, саңырауқұлақтың осындай канидияларын көруге мүмкіндік болады. Ал келесі даг ауруымыздың бір түрі бұл арпаның торлы даг ауруы. Бұл ауру республиканың көптеген аймақтарында, әсіресе солтүстік өңірде кең таралған. Арпа жапырақтарында сарғылт жекпен шектелген, кішірек келген әрең білінетін тік және көлденең сызықтармен торланған ұзындау қоңырқай дақтар пайда болады. Бұл ауру да тұқым арқылы да таралады. Сонымен қатар өсімдік жиын-терінен қалған өсімдік қалдықтары болады ғой, сода және топырақта өзінің тіршілік қабілетін 2 жылға дейін сақтауы мүмкін. Сонымен келесі жылға бұл инфекция ошағы да болып табылады. Тағы келесі бір ауруымыз бұл арпаның жолақты даг ауруы. Бұл ауруда республиканың оңтүстік және оңтүстік шығыс өңірлерінде кең таралған, басқа аймақтарда да кездесуі мүмкін, бірақ ауру белгілері жас өскіндердің жапырақтарын бойлай орналасқан ақшыл жолақ сызықтар қалпында байқалады. Өсімдіктердің түптену сабақтану кезеңінде қоңыр жолақтар жапырақтармен қатар сабақ буын аралықтарын, масақты, дән қауызында шалдықтырады. Ауруға шалдыққан өсімдіктердің бойы өспей, кеңжелейді, қоңырқай реңмен ерекшеленеді. Өсімдік өнім бергеннің өзінде де өнімнің сапасы нашарлайды, оның салмағы да төмендейді. Ал сіздер төменде көріп отырғандай, бағана мен айтып өткендей қоңыр даг ауруы сияқты, бұл да жолақты даг ауруының қоздырғышы Дрекшлера граминея саңырауқұлағының канидиялары микроскоппен қарағандағы. Оны да алу жолдары жаңағы ылғалды камерада немесе қоректік орталарда оның таза себіндісін алып, осындай канидияларын көріп, оны ары қарай ғылыми зертханалық жұмыстарда қолдануға болады селекцияда. Ал арпаның енді тағы бір келесі ауруы бұл арпаның жиектелген дағы. Немесе оны басқаша ринхоспориоз деп те атайды. Өздеріңіз суретте көріп отырғандай, бұл ауру көбінесе оңтүстік пен оңтүстік шығыс өңірлердің таулы және тау бөктерінде орналасқан егіс алқаптарында, сондай-ақ солтүстік аймақта таралған. Ауру белгілері ертерек арпаның 2-3 жапырақ кезеңінде көрінеді. Жапырақ тақтасында пішіні сопақтау, сарғылт сақинамен жиектелген, оның атауы жиектелген даг деп осы ауру белгілеріне қарай қойылған. Арпа егістері ринхоспориозға ауа райы қоңыр салқын және ылғал мол түскен жылдары қатты шалдығады.
Бұл аурудың да канидиялары арпаның жиын-терінен қалған өсімдік қалдықтарында және топырақта сақталып, кейін аурудың ары қарай дамуына, өсімдіктің залалдануының инфекциясының көзі болып табылады. Арпаның енді тағы келесі зиянды ауруларының бірі ол арпаның тамыр шірік аурулары. Арпада екі түрлі тамыр шірік аурулар кездеседі. Олардың қоздырғыштың түрлеріне байланысты гельминтоспориозды тамыр шірігі және фузариозды тамыр шірігі. Мұнда сіздерге арпаның тамыр шірігі ауруына шалдыққан өсімдіктерін көрсетіп отырмын. Бұл ауру барлық аймақтарда кең таралған. Ауру белгілері дәнді дақылдардың ұрық тамырларында, сабақ мойыны мен төменгі буын аралықтарында қоңырқай келетін жіңішке сызықшалар мойыны немесе жолақтар жайылған дақтар түрінде байқалады. Ауру көбінесе созылмалы келеді. Өсімдіктер онымен өскін кезеңінен бастап балауызданып пісу кезеңіне дейін залалдана беруі мүмкін. Соның салдарынан өсімдіктің түптенуі нашарлайды, масақтардың дәннің байлануы нашарлайды. Егерде өсімдік қатты шалтыққан жағдайда масақтанғанға дейін жетпей өсімдік опат болуы да мүмкін. Ал енді құрметті оқырмандар, мен осымен сіздерге арпада қандай саңырауқұлақ қоздыратын аурулары туралы айтып өттім. Ал енді көбінесе ауыл шаруашылық дақылдарының, астық дақылдарының ауруларының 60%-дан астамы тұқым арқылы таралады. Тұқым арқылы таралатын аурулар патогенді және сапрофитті микрофлора болып бөлінеді. Патогенді және сапрофитті микрофлораның өзі тұқымдың энзимді микозды сарқылуын тудырады. Бұл дегеніміз өсімдіктің өсу энергиясын, өнгіштігін нашарлатады, төмендетеді. Ал енді жаңа патогенді және сапрофитті микрофлораның сіздің тұқымыңызда бар жоғын анықтау үшін және оған тиімді препараттарды таңдап алу үшін бұл міндетті түрде ең біріншіден тұқымдарға фитосараптама жүргізу керек. Мысалы, сіз жас кәсіпкерсіз. Сіз деген ауыл шаруашылығымен айналысуды егер көздеп отырсаңыз, ең біріншіден сіз деген егін егейін деп отырған дақылдың тұқымын білу керексіз. Ол қандай дәрежеде залалданған, оның өнгіштігі қандай, өсу энергиясы қандай. Яғни сіз егіске егін екпей тұрып, алдымен өзің егетін дақылыңыздың тұқымның себінділік қасиеттерін алдын ала жете зерттегеніңіз жөн. Мен сіздерге тұқымдарды фитосараптамадан өткізудің нәтижесін көрсеткім келеді. Мәселен, суретте сіздер өздеріңіз көрсеңіздер, арпаның сол жақта арпа тұқымының ылғалды ортаға салынған тұқымдары көрсетілген. Бұл тұқым бақылау нұсқасы, яғни тұқым ешқандай препаратпен дәріленбеген, тек қана таза күйінде алып ылғалды камераға отырғызған. Енді орыстарда мақал бар ғой, невооруженным глазом видно деп. Енді сіздер маман болмасаңыздар да осы суреттен көріп отырғандарыңыздар, бұл арпа тұқымын 100% сапрофитті және патогенді саңырауқұлақтармен шалдыққанын көріп отырсыздар. Сіздерге мені көріне ме жақынырақ? Өздеріңіз қараңыздар, тұқым 100% қап-қара өңездермен, жаңағы саңырауқұлақтың канидияларымен, мицелий жұп шумақтары басып кеткен. Бұл жерде патогенді де, сапрофитті де микрофлораны кездестіруге болады. Ал енді өздеріңіз ойлаңыздар, сіздер осындай тұқымды алып, егіске танапқа сепсеңіздер, бұдан қандай өнім аласыздар? Яғни қоқыс сеуіп, сіздер қоқыс жинап алуларыңыз да мүмкін. Ал енді фитосараптаманы осы үшін жүргізіледі, анықтау үшін қандай тұқымда қандай микрофлора бар екен, және оған қандай препараттарды қолдану тиімді екен. Мысалы, енді мына суреттің оң жағындағы сурет, бұл тұқымды дәрілейтін препараттармен өңделген нұсқа.
Енді өздеріңіз салыстырып қарап көрсеңіздер, екі нұсқаның бақылау мен тұқым дәріленген нұсқаның айырмашылығы қандай екен? Жер мен көктей. Тұқым деген 98-100%-ға дейін таза, яғни сапрофитті, патогенді микрофлора мүлде жоқ. Тамыр мүшелерін көріп тұрсыздар ма? Сіздерге көріне ма? Тамыр мүшелері өте жақсы жетілген, өскіндердің 80% өніп шыққан екенін көріп отырсыздар. Осыдан тұқымда таралатын инфекцияның қандай зиянды екенін сіздер де өз көздеріңізбен жет жағын көріп қалдыңыздар деп ойлаймын. Ал мен бағана фитосараптаманы жүргізу барысында негізінде бірнеше әдістер қолданылады. Ол жаңағы мен сіздерге көрсеткен ылғалды камерада, ылғалды ортада деп атайды. Жаңағы мен сізге суретін көрсеттім. Ал енді мында ылғалды камера деп, мынандай пластиковый ыдыстарда, сүзгіш 2-3 қабат бар сүзгіш қағазында тұқымдарды термостатта өсіріп, осылай ылғалды камераға қойылады. Екінші бір әдісі тұқымдарды жасанды қоректік ортасы бар Петри табақшаларында жүргізіледі. Мына оны сіздерге көрсетіп өтейін. Мына суретте тоже сол жақта бақылау нұсқасы берілген. Бақылау нұсқасы дегеніміз арпаның тұқымы дәріленбей сол қалпында келіп мына қоректік орталарға себілген. Өздеріңіз көріп отырғандай, бақылау нұсқасында арпаның тұқымы толығымен 100%-ға дейін ауруға шалдыққанын көріп отырсыздар. Ал мына суреттің оң жағында арпаны тұқым дәрілейтін препараттармен өңделген арпа тұқымының нәтижесін көріп отырсыздар. Өздеріңіз енді ойлап салыстырып қарап көріңіздер. Тұқымға фитосараптама жүргізбей, дәрілемей сепкен тұқымнан қандай өнім алуға болатыны, және фитосараптаманың көмегіне жүгініп, оған тиімді қолайлы препараттарды таңдап алып, және соны былайша айтқанда емдеудің нәтижесінде қандай өнім алуға болатынын өздеріңіз де байқап отырған шығарсыздар. Мына сіздерге жаңағы жасанды қоректік орталарда, Петри табақшаларында бидай тұқымы, өңделмеген бидай тұқымын көрсетіп отырмын. Жасанды қоректі құйылған Петри табақшасы, оның ішінде өңделмеген арпаның тұқымы, көріп отырғандарыңыздай 100% бактериялық және саңырауқұлақ микрофлорасына шалдыққанын көріп отырсыздар. Сонымен енді осы айтып өткен аурулардың сауықтыру үшін ең бірінші не істеу керек? Бұл тұқымды дәрілеу керек. Тұқымды дәрілеу бұл көптеген дәнді дақылдардың тұқыммен таралатын ауруларына қарсы қолданылатын тиімді шаралардың бірі болып табылады. Сонымен қатар тұқымды дәрілейтін препаратпен дәрілеудің нәтижесінде олар өсімдіктің өскіні пайда түптенуіне дейін ыдырап кететіндіктен бұл тәсіл экологиялық тұрғыдан да қауіпсіз болып табылады. Бүгінгі таңда дәнді дақылдардың тұқымын дәрілейтін препараттардың 100-ден астам түрлері бар. Олардың көбісі бұрын тіркелген препараттардың аналогтары да болып табылуы мүмкін. Мәселен, раксил препаратын алсақ, ол бұрыннан тебуканазол әсер етуші заты бар препарат, қазір оның 20-дан астам аналогтары кездеседі. Сондықтан сіздер тұқымды дәрілемес бұрын бұл препараттар шынайы ма, или сіздерге ұсынылып отырған фирмалар шынайы фирмалар ма, немесе жаңағы басқа өтірік атпен тіркелген фирмалар ма, немесе олар ұсынылып отырған фирмалар Қазақстан Республикасында тіркелген бе, соған жете мән беріп барып жүргізген жөн. Мәселен,
бізде Қазақстанда 2-3 жылда бір шығады справочник пестицидов, разрешенных к применению на территории Республики Казахстан деген анықтама бар. Анықтама Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген пестицидтердің тізімі деген анықтамалық бар. Осы анықтамаға сүйене отырып, жете тексеріп, бұл препарат жаңа Қазақстан Республикасында тіркелмеген бе, соның бәрін біле отырып қолданған жөн. Бұл енді барлығы арпаның тұқым арқылы таралатын ауруларына көндік. Сонымен қатар қазіргі уақытта арпаның ауруларына қарсы фунгицидтермен қатар жаңа да препараттар тіркелуде. Ол деген зиянкестерге қарсы қоспа препараттар тіркелуде. Мәселен, арпаның жаңағы аурулары мен зиянкестеріне қарсы қоспа препараттар көптеп тіркеліп жатыр. Ол деген, яғни тұқымды сіздер дәрілегенде тек қана аурудан ғана айықтырып қоймай, өсімдіктің түптену кезеңіне деген біршама зиянкестерден де қорғай аласыз деген сөз. Сонымен қатар тек қана тұқымдарлетін фунгицидтермен ғана өңдеп қана қоймай, сонымен қатар оларға мыс, марганец, мырыш және тағы басқа микро элементтерді қоса берген өте жақсы нәтиже береді. Сонымен қатар қазір өсу үдеткіштері де көптеп тіркелуде. Солардың қосымша қоспа ретінде, немесе орысша айтқанда баковый смесь дейді ғой, қоспа жасап қолданылған өте тиімді болады. Ал және ауа толқындары арқылы таралатын ауруларға келетін болсақ, ауа және жел, су, тамшылар арқылы таралатын ауруларға үнемі фитосанитарлық мониторинг жүргізіп отыру қажет. Мәселен, сіз егін ектіңіз, егіңіз түптену кезеңінен өтті. Сіз түптену кезеңінен бастап дәннің балауызданып пісу кезеңіне дейін үнемі фитосанитарлық мониторинг жүргізіп отыру қажет. Ол дегеніміз, жаңа ауа толқындары, су тамшылар арқылы таралатын аурулардың алдын алу үшін. Яғни, мәселен, сіздер үнемі жасап отырған мониторингтің арқасында ауру белгілері байқалса, фунгицид, яғни егісті фунгицидпен бүрку жұмыстары жүргізу қажет. Бұл шаралар ауа толқындары және су тамшылар арқылы таралатын аурулардың ең тиімді шараларының бірі болып табылады. Енді қысқаша мен айтып өтейін деген сіздерге осы. Ал енді мен сіздерге мында тағы да бағана айтып өттім, фитосараптаманы жаңа ылғалды қоректік ортада деп мында айтып өтейін деген көрсетіп жатқаным сіздерге, бұл бумақ қағаз әдісі. Бумақ қағаз әдісі үшінші әдіс. Бұл әдісті жасау арқылы, мәселен, мына дәнде қандай микрофлора бар екен, қандай саңырауқұлақ бар екенін анықтауға болады. Осындай фитосараптамалар жүргізіп, осының нәтижесінде ең тиімді препараттарды таңдап алуға көмектеседі. Кейін тағы зертханалық жағдайда сонымен қатар танапқа шықпай-ақ, егіске шықпай-ақ, осы ғылыми зерттеу институтымызда біз сіздерге қандай фунгицидті қолданған тиімді екенін анықтап бере аламыз. Танапқа шықпай-ақ. Мәселен, альтернария саңырауқұлағының таза себіндісі. Бұл жаңағы залалданған жапырақтан, тамырдан бөлініп алынған өсімдіктің таза себіндісі болып табылады. Бұл таза себіндісін біз жасанды қоректік ортаға септік, және де жасанды қоректік ортаға фунгицид қосып арқылы оның нәтижесін көрдік. Бұның нәтижесінде сіздер мына қосылған фунгицид бұл саңырауқұлақты тежегені 100%-ға дейін тежейтінін көріп отырсыздар. Астында да фузариумс, бұл фузариум саңырауқұлағы. Бұл саңырауқұлақтар екі чашкаға да бір күнде себіледі.
Бұнда тек қана фунгицид қосылған, ал мына жерде таза қоректік орта ғана құйылған. Ал енді таза себінділері, мұнда фузариум саңырауқұлағы, бұл да таза қоректік ортаға себіледі. Екеуі де бір күнде себілген, сонда фунгицид құйылған қоректік ортамен жаңағы таза жасанды қоректік ортада шыққан саңырауқұлақтың өзін өскенін көріп тұрсыздар. Бұнда полияға шықпай ақ фунгицидтарды зертханалық жағдайда бұл ауруларға қалай әсер ететінін танапқа қандай фунгицид таңдап алуға мүмкіндік береді. Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Мен ең алғашқы рет онлайн кеңес жүргізіп отырмын. Кемшіліктерім, қателіктерім болса кешіресіздер. Сіздерде қандай сұрақтар бар? Сұрақтарыңыз болса мен жауап беруге дайынмын. Рахмет барлықтарыңызға. Мұнда нематода жайлы онлайн дәрістер болады ма дейді. Мен фитопатолог болғандықтан, мен тек қана фитопатология, яғни аурулары жайлы дәріс беремін. Оны бізде нематодамен бұрын айналысқан ғалымдар. Керемет, осындай шараларды жиі өткізу керек екен. Рахмет сіздерге. Мына журналды қайдан алсақ болады дейді. Бұл журналды сіздермен кейін номерімді тастаймын. Қазір 8-747-139-46-91 осы номерге хабарласып, мен бұл журналды біліп берейін сіздерге. Тиражда бар ма екен, қай жерде сатылатын, маған хабарлассаңыздар, мен сұрап біліп қояйын. Өте күшті түсіндіріп жатырсыз дейді. Жақсы, рахмет. Жақсы айттыңыз, жиі эфирге шығыңыз, жақсы түсіндіреді екенсіз дейді. Рахмет сізге көп. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Сұрақ бар екен. Қаракүйе түрлерімен қалай күресуге болады? Қандай препараттар қолдануға кеңес бересіз дейді. Қаракүйе түрлерімен күресу үшін ең алдымен бағана айтып өттім сіздерге. Қаракүйе ауруы көбінесе тұқым арқылы таралады. Тұқымды ең біріншіден яғни тұқымды химиялық препараттармен өңдеу қажет. Екінші, сіз ауыспалы егісті қатаң түрде сақтау керек. Қаракүйе аурулар тек қана тұқым арқылы ғана берілмейді ғой. Ол өсімдік қалдықтарында, топырақта оның телеоспоралары сақталатындықтан, оны ауыспалы егісті сақтау, яғни арпаны бір жерге 3 жыл қатарынан екпеу. Кейбір аурулардың телеоспоралары бағана айтып өттім, 2 жыл және одан да артық сақталуы мүмкін осындық қалдық. Енді сіз қараңыз, биыл сіз арпаны орып алдыңыз, сол жерде сізде тозаңды қаракүйе болсын, тасты қаракүйе ауру болсын, кездесті. Енді сіз сол жерге қайтадан арпа ексеңіз, әрине осы жолы сіздің егісіңіз қаракүйеге одан қатты шалдығады. Қаракүйе қатты шалдыққан арпаның тұқымы жануарларға да, малдарға да беруге болмайды. Өйткені оларда токсин бөлінеді, малдарымыз қырылып қалуы мүмкін. Сондықтан ең бірінші жолы қаракүйеге тұқымды дәрілеу, екінші ауыспалы егісті сақтау, арпаны 3 жыл қатарынан екпеу, үшінші агротехникалық шараларды дер кезінде және толығымен орындау. Мәселен, жерді терең қопсыта жырту деп айтамыз ғой, 27-30 сантиметрге дейін. Сол өсімдік қалдықтарын жоюға көмектеседі. Ең бірінші 2-3 жыл қатарынан арпаны сол жерге
сол жерге екпе болып саналады. Қандай препараттар қолдануға болады? Препараттар, жүйелі препараттар өте көп. Жаңа мен айтып өткен справочниктан қарасаңыздар болады. Немесе мен айтайын, Скарлет, Бенефис, Эклипс, тағы да көп, Селестоп деген препараттар өте тиімді. Әрі бұл препараттардың тиімділігін жақсарту үшін әрине сіздер қалай болса дәрілей салсаңыздар, ол препараттардың тиімділігі төмен де болуы мүмкін. Сондықтан ең бірінші жаңа тұқымда дәрілеу кезінде тұқымыңыз таза болу керек. Яғни калибровка дейді ғой, калибровкадан өткен, тазаланған, фитосараптама жүргізгеннен кейін ол әрине. Одан кейін тұқымды дәрілеген кезде препараттың мөлшері дұрыс алыну керек. Және де дәріленгенде тұқым сапалы, дұрыс дәріленген жағдайда сіздер одан 99-100%-ға дейін тиімділік аласыздар. Дағы аурулар туралы айттыңыз. Олардың экономикалық зияндылық шегі қандай және де қандай препараттарды қолданады? Дағы аурулары деп бағана мен 4 дағы ауруын айтып өттім, жаңа гельминтоспориозды дақ-дөрін, қара қоңыр, торлы және жолақты деп. Бұл аурулардың зияндылық шегі торлы, қара қоңыр және ринхоспориоздікі 10-20% зияндылық шегі, ал жолақты дағы ауруынікі 15-10% болып табылады. 15-10% болып табылады зияндылық шегі. Бұндайға препараттар колоссаль, про, тилт, байлетон, альты, супер және дағы басқа жүйелік препараттарды қолданған жөн. Аурудың алғашқы белгілері шыққанымен-ақ. Ринхоспориоз ауруы Қазақстанның қандай аймағында таралған дейді. Ринхоспориоз ауруы Қазақстанның таулы және биік таулы аймақтарында кең таралған. Ринхоспориоз ауруы негізі салқын, қоңыр салқын, жаңбыр жиі жауатын ауа райыны жақсы көретіндіктен жақсы таралады, сол уақытта жақсы дамиды. Биік таулы аймақтарда жақсы таралған. 1961 жылдары Нарынқол ауданында бұл аурудың эпифитотия дәрежесіне дейін дамыған кездер болған. Сіздер өздеріңіз білесіздер, Нарынқол жақ таулы аймағымыз болып табылады, жауын шашыны мол, салқын жер, сондықтан эпифитотия дәрежесіне дейін дамыған. Және де Мерке ауданында эпифитотия дәрежесіне дейін дамыған. Ғалымдардан Қойшыбаевтың және басқа да ғалымдардың мәліметтеріне сүйенсек, олардың зияндылық коэффициенті 23%-ға дейін жеткен, өнімнің шығыны 7%-ға дейін жеткен болған. Басқа да мамандар эфирге шыға ма дейді. Әр 3 күн сайын әртүрлі мамандар, басқа мамандар бәрі шығып жатыр, көріңіздер. Одан кейін осы Казни Зікір страницасында, парақшасында ол кісілердің берген кеңестері сақталып жатыр, кіріп көрсеңіздер болады. Арпаға қандай өсу үдеткіштерін қолдануға болады дейді. Арпаға қазіргі жағдайда өсу үдеткіштерін қолдануға болады. Ол деген агростимулин, фитоспорин, биомикол, экстрасол, агростимулин деген өсу үдеткіштері, биосил деген өсу үдеткіштерін қолдануға болады. Кейбір өсу үдеткіштері тек қана өсу үдетуін жақсартып қана қоймай, ауруларға қарсы күресуде де нәтижелер беріп жатыр. Қаракүйе ауруларына қарсы қолданылатын препараттардың тиімділігі қандай болады дейді. Мен жаңа айтып өткеттім, қаракүйе ауруларының, міне сізге препарат болды, осымен дәрілеңіз, 100% сізде тиімді болады деп айта алмаймын. Оған бірнеше факторлар әсер етеді. Сіздің жаңағы препараттың мөлшерін дұрыс таңдап алуыңыз, және тұқымды уақытысында және дұрыс сапалы дейді ғой, өте качественно дәрілегеніңізге байланысты. Егер оның осы қойылатын талаптарын бәрін дұрыс орындарсаңыз, қаракүйе ауруларына қарсы 99-100%-ға дейін тиімділік алуға болады. Қазіргі кезде
мәселен қара күйе ауруларымен көп мәселе туындамайды. Неге? Қазір әрбір шаруа қожайыны өзінің жағдайына қарамастан ең біріншіден тұқымды дәрілеуге тырысады. Уже халық та түсініп қалды. Егер тұқымды дәрілемесек, өте үлкен мәселелер болатын. Жаңа қара күйе ауруы шықса, ол өте үлкен мәселе. Бұрынғы кездері Индияда осы қара күйенің ауруының салдарынан ашаршылық болған кездер болған. Қазіргі жағдайда бұл көп кездеспейді. Ал егер шаруашылықтың жағдайы нашар болып тұқымды дәрілемей сепсе, бұл аурудың да қайтып таралып етек жаюы мүмкіндігі бар. Сіз инсектофунгицидтер жайлы айтып өттіңіз. Нақты қандай препараттар барын айтып өтесіз бе дейді. Инсектофунгицидтер қазір көптеп шығып жатыр. Оның астық дақылдарында қолданатын селестоп, юнта, тринити және тағы басқа препараттар бар. Мәселен, селестоп препаратын алсақ, селестоп препараты тек қана фунгицидті қасиетті ғана емес, сонымен қатар қара күйе ауруларын, тамыр шіріктерін, тұқымдарын, зең саңырауқұлақтарын ғана жойып қана отырмай, сонымен қатар сым құрттарды да жоюға көмектеседі. Және де бұл селестоп препаратының бір ерекшелігі өзі өсу үдеткіші болып та табылады. Яғни өсімдіктердің өсуіне жақсы әсер ететін препарат. Ал юнта препаратын алсақ, бұл юнта препараты да жаңағы қара күйе ауруларының түрлеріне, тамыр шірігіне, зең саңырауқұлақтарына тиімді болса, сонымен қатар трипсы, бүргелер және астық шыбындарына қарсы да қолданылады. Бұлар қолданылатын өте жақсы препараттар. Және тағы да препараттар көп өте. Справочниктан қарасаңыздар болады сіздер. Сіз сияқты мықты мамандар көп болса екен. Рахмет. Рахмет сізге көп. Ауруларға қарсы пайдаланылатын биопрепараттар бар ма? Болса, қайдан алуға болады дейді. Ауруларға қарсы пайдаланатын биопрепараттар бар. Ол айтып кеттім. Экстрасол, биомикол, және фитоспорин, биосил тағы да препараттар. Бұл препараттарды шығарумен айналысатын фирмалар өте көп Қазақстанда. Сіздер интернетқа теріп биопрепараты деп терсеңіздер, где мне можно купить деп әртүрлі фирмалар шығады. Қазақстанда тіркелген препараттарды, өзіңіз сақ болыңыз. Қазақстанда бұл препараттар тіркелген бе, соны қарайсыз. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Тасты қара күйенің таралу жолдары қандай деген сұрақ бар екен. Мен көрмей қалсам кешіріңіздер. Тасты қара күйе ауруының таралу жолдары тұқым арқылы таралады. Ең біріншіден тұқым арқылы, және сонымен қатар егін жинап алғаннан кейін қалатын өсімдік қалдықтарында және телефон деппін, кешіріңіздер, өсімдік қалдықтарында және топырақта 2-3 жылға дейін сақталады. Яғни, мысалы, сіз биыл арпа ектіңіз, тұқымыңызды дәрілеп ектіңіз, бірақ сізде қара күйе ауруы арпаны ектіңіз. Егер егісіңізде қара күйе ауруы кездессе, арпаны бұл жерге 2 жыл қатарынан екпеуге тырысу керек. Оның таралу жолдары тұқыммен және өсімдік қалдықтарында топырақтағы сақталып, кейін сіз сол танапқа қайтадан арпаны еккеннен кейін, бұл топыраққа түскен тұқымды қайтадан залалдап, өскінді залалдайды. Телефон номерін қайталап жіберіңізші. 8-747-139-46-91. Тағы сұрақтарыңыз болса?
Құрметті оқырмандар, тағы сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Хабарласыңыздар телефон номеріме. Осы уақыттарыңызды бөліп, мені онлайн кеңесімді тыңдап, сұрақтармен бөлісіп, маған жазып жатқан жақсы тілектеріңіз үшін сіздерге алғысымды айтамын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар. Эфир сұрақ қоймай қойдық.